Ассалаумағалейкум қазақ елі, мен Азамат Серікұлы, барлығын көрсетуге дайынбыз. Біз бүгін Мың Батыр даму орталығының басты офисіне келдік. Бұл жерде арнайы мамандар қызмет етеді, өздерінің системасы. Бұның барлығы сіздерге таныстыру мақсатында. Бұл енді ішкі маркетинг бөлімі деп аталады. Бізде ең басты бөлім бұл спикерлер бөлімі және кураторлар бөлімі. Рокфеллердің айтқаны бар, мен бір адаммен жұмыс жасағанша 100 адаммен жұмыс жасаған жақсы дейді. Основной айтқандай, халықпен жұмыс істегеннен кейін халықтың жауапкершілігін алып отыр. Егер осындай мрамор, гранит, кафель, керамограниттер қажет болып жатса, автосалонымызға келіп қалдық. Нағыз эконом машинасы. БТР Motors. Ассалаумағалейкум қазақ елі, мен Азамат Серікұлы. Біз бүгін рум-тур жасаймыз. Мен немен айналсам және біздің компания немен айналсады. Тендер жаса YouTube арнасында біз барлығын ашамыз. Біз ашық компаниямыз, біз елмен жұмыс істеп жатқан, біз халықпен жұмыс істеп жатқан компания болғанын барлығын көрсетуге дайынбыз. Біз бірге жасау үлгісін ұсынудамыз. Осыны біз сіздерге көрсетіп бергіміз келеді. Нақты немен айналысуға болады, немен айналысу керексіз. Ондай болса, бірге болыңыз, аяғына дейін көріңіз. Біз бүгін Мың Батыр даму орталығының басты офисіне келдік. Бұл Сарыарқа және Абай көшесінің қиылысына орналасқан бизнес-центр Іскер. Осы жерде біз орналасқанбыз. Бұл жерде Мың Батыр даму орталығы орналасқан және өзіміздің жеке компаниямыздың ішкі системасындағы офисі орналасқан. Сол үшін барлығын бүгін көрсететін боламыз. Бұл Астана қаласында орналасқан бизнес-центр Іскердің 7-ші этажы. Бұл жерде өзіміздің тендер жаса компаниясы және Мың Батырға қызмет ететін өзіміздің орталық. Бүгін барлығын көрсетемін. Бұл жерде толық этаж біздікі десе де болады. Бүгін біз ең басты кабинеттерді көрсететін боламыз. Бұл жерде ең бірінші біздің колл-центр. Яғни бұл жерде сіздерге қызмет етіп отқан. Бізде қазір өзіміздің командадағы жігіттің тойы болғаннан кейін Өскемен қаласына біраз қыз-жігіттеріміз кетіп қалды. Бұл жерде енді барлығын көрсетеміз. Бұл жерде сіздерге ақпарат беретін, сіздермен байланысатын, сіздерге қызмет көрсететін мамандардың отыратын жерде біздің колл-центр негізгі. Бірінші колл-центр, екі колл-центр бөлім бар. Бұл арнайы сіздерге қызмет етіп отқан бөлім. Бұл жерде біз 12 жобамен айналысамыз, оның барлығын сіздермен таныстырып, сіздерге бірге жасау үлгісін ұсынып отырады. Және екінші колл-центр, бұл да біздің сату бөлімі деп аталады. Бұл біздің негізгі колл-центр. Бұл жерде арнайы мамандар қызмет етеді, өздерінің системасы. Осы жерде барлығы сіздерге қызмет етіп жатады, және біздің компанияның қандай жұмыстары, немен айналысады, және инвестиция бөлімдерінің барлығын сіздерге түсіндіріп беретін болады. Біз немен айналысамыз, нені жасап жүрміз, және оны бірге жасау үлгісін ұсынғаннан кейін барлығын таныстырып отырамыз. Өйткені тек қана тендер емес, тендерге қатысты мемлекет беріп тұрған бірнеше жобалар бар, аукциондар бар, мемлекеттің акциялары бар, трейдингтар. Бұның барлығы сіздерге таныстырылу мақсатында. Бұл біздің 2019-да ашылған компаниямыз. Аллаға шүкір, қазір бір этажды алып отырмыз және жоғарыда өзіміздің Мың Батыр даму орталығын ұстап отырмыз. Және тағы бір бөліміміз бар, ол бөлек этажда, оны әзірге көрсете алмаймыз. Бұл енді ашылып жатқан жоба, оны да болашақта таныстыратын боламыз. Бұл жерде арнайы сіздерге қызмет етіп отқан біздің көмекшілеріміз. Кеттік. Енді біздің негізгі логотип тендер жаса. Бұл жерде бізде маркетинг бөлімі деп аталады. Бұл бөлім маркетинг мамандар. Яғни біздің сайтымызды, дизайнымызды, ютубымызды, басқа каналдарымызды жүргізіп отқандардың барлығы осы жерде отырады. Олар толығымен демалысқа кетті, жаңағы айтқан тойға кетті. Бұл жерде арнайы өзіміздің эксперт маман отырады. Бұл IT маманы. IT маманның қызметі сіздерге
мысалы видеоларды ашып беру, сайтты реттеп беру, басқа нәрсені дайындап беру, бүкіл бағдарларды ретімен сіздерге көрсетіп отырады. Бұл жерде қараңыздар, арнайы шағын ғана офис, бұл жерде қызмет етіп отырады 5 маман. 5 маманның негізгі жұмысы бүкіл ішкі команданың системасын реттеп отыру. Өйткені бізде әртүрлі адамдар келеді, кездесулер болады, басқа да жағдайлар болады, оның барлығын осы жерде байланыстырып отырады. Бұл енді ішкі маркетинг бөлімі деп аталады. Бізде ең басты бөлім бұл спикерлер бөлімі және кураторлар бөлімі. Бұл жерде арнайы мамандар. Олардың да барлығы жаңағы айтқан тойға кетті. Бұл жерде біз универсалды саламен айналысқаннан кейін универсалды мамандар отырады. Яғни 3 спикеріміз бар негізгі. Самұрық қазына, О-маркет және госреестр, Е-сауда, ЕТП, әділет. Қараңыз, бұл жерде арнайы одан кейін спикерлерден бөлек кураторлар отырады. Және инвестиция алу бойынша осы жерде барлығы қарастырылады. Біз қандай да бір адамдармен жұмыс істесек, ол кураторларға инвестиция бөлімінен шықса, осы жерде талқыланады, осы жерде барлық жұмыстар атқарылады. Мысалы, біз тендер мамандарына инвестициялаумен де айналысамыз. Бұл біздің негізгі табыс көзіміздің бірі. Қараңыз, сіз бізге келдіңіз, Астана қаласы емес, басқа қаладан да өзіңіздің шарттарыңыз бойынша, біздің шарттар бойынша инвестиция алғыңыз келіп тұр. Сол үшін біз өзіміздің шарттарымызды ұсынамыз, сол шарттарға сәйкес келсеңіз, біз сізге инвестиция бере аламыз. Мысалы, 10 миллионның тендерін көріп тұрсыз, сізде ақша болмай тұр, 6 миллион ақша керек, 4 миллион теңге таза пайда. 6 миллион теңге алу үшін бізге коммерциялық ұсыныс тастайсыз, және ИП-мізді, ТО-мызды аласыз. Одан кейін сіз документ бойынша бізден ИП ТО аласыз. Одан кейін қатысасыз, егер ұтып жатқан жағдайда бізден инвестиция аласыз, сол инвестицияны өзіңіз орындайсыз, сол бойынша жұмыс жасайсыз. Түсіндіре алдым ғой? Бұл жерде спикерлер бөлімі. Шынымен де спикерлердің жұмысы өте қызу, күнделікті 24-те 7 жұмыс істейді десе де болады. Өте маңызды, біз аяққа тұру үшін бүкіл команданың бөлімін система жасауды көрсеттік. Олар сіздерге де өздерін жасап жүрген жұмыстарын барлығын ұсынады бірге жасау. Жаңағы О-маркетті де, Самұрықты да, госреестрде, мемлекеттің аукциондарында біз өзіміз жасаймыз, оларға да инвестиция береміз, және оны бірге жасау үлгісін ұсынып, сіздерге де инвестиция беруді қарастырғанбыз. Біздің компания көпшілікпен жұмыс істеуді қолға алған. Ең басты өзімнің негізгі принципім осы. Рокфеллердің айтқаны бар, мен бір адаммен жұмыс жасағанша 100 адаммен жұмыс жасаған жақсы дейді. Оны ол мен бір адамнан $1 алғанша 100 адамнан $1 жұмыс алып жасаған жақсы деп түсіндірген. Сол үшін де біз көпшілікпен жұмыс жасап үйренгенбіз, және оны әр кезде ұсынамыз. Бізге неге оқытасыңдар деген сұрақтың шешімі осы. Неге біз оқытпасқа, егер осындай мүмкіндіктер болып тұрса, еліміздегі бірнеше мүмкіндікті біз осы Мыңбатыр даму орталығына кіргізудеміз. Сол үшін әркім түсіну керек, біз оны ашамыз, көрсетеміз және үлгісін ұсынамыз. Ондай болса, сіздерде айналыса біліңіздер. Осы кабинет емес, өзімнің бизнестерімде көрсететін болам. Енді менің негізгі бағыт бизнестерім бұл недвижимость. Яғни недвижимостьпен айналысу. Екінші құрылыс материал сату. Одан кейін автосалон, БТР Motors автосалонына да бүгін баратын боламыз. Бұл өзімнің жеке кабинетім. Бұл жерде көптеген адам жоқ, негізі көрсетуге де болмайды десе де болады. Кірсек. Сәлем қыздар. Бұл өзімнің жеке кабинетім десе де болады. Бізде бас бухгалтер Назерке ханым және Аяжан ханым, өзімнің жеке көмекшім, ассистент. Бұл жерде өзім отырам. Енді мен креслоға арналмағанмын негізінде. Бірден айтайын, мен креслоға отыра бермеймін. Енді бұл әр кезде бір бос тұрады десе де болады. Өйткені мен жүріп үйреніп қалғам. Мен өзім осы Астанаға қалай келдім, отыру деген нәрсені ұмыттым. Ең басты өзімде түсіндім, негізде отырмау керек. Мен өзім базарға кірген кезде де, базар бутигін ұстағанда да мен бутигін жабық тұратын. Күнделік жабық тұратын. Мен ана жақта, мына жақта бірдеңкені алып кеп, бірдеңкені тасып сөйтіп жүретін. Содан бері қазір 24-те 7 қозғалысты үйреніп қалдым, отыру менікі емес. Бір кезде отырамыз біз. Арнайы бір маңызды кездесу болса ғана мен өзім отырам деп санаймын, әйтпесе отырғым келмейді. Негізі сізде сөйтіңіз. Оборотыңыз $100 миллион болмаса, отырмаңыз. Мен вообще жатпаңыз. $1 миллион жетпесеңіз, вообще ұйықтамаңыз десе де болады. Сол үшін шаңдатыңыз.
Ең бастысы отырмай еңбек ететін заман. Қазір Қазақстан нарығында барлығы инвестицияның шарттары болып тұр. Яғни инвестиция салған сайын еселеу мүмкіндігі ашылып тұр. Бұрынғыдай емес, қазір барлығы ашып жатыр. Сол үшін де біз қазір компаниямыздың деңгейін жоғарғы пикқа жеткізу үшін біз жатпау керекпіз. Енді мен отпускты да көп ала бермеймін. Отпусқты жылына ары кетсе бір 4 күнге алам, бірақ бізде отпуста берілмейді көп жағдайда, бірақ осы жолы командамызды маңызды тойы болғаннан кейін біраз балаларды жіберуге тура келді. Сол үшін сіздер енді демалмай еңбек етеді деген. Бізде егер түсінсеңіздер, окоп деген система бар. Біздің компанияның негізгі құндылығы окоп, яғни жабылу. Жыл 12 ай жабыласыз, армия стиліне 12 айға жоқ болып кетесіз. Негізі 2 жыл қалыптастыру керек. 2 жылдан кейін мүлдем басқа адам болып шығасыз. Осы компанияның деңгейі қалыптасу үшін де осы окоп системасы көмектескен. Көпшіліктен жабылып, негізгі тірлікпен ғана айналысып, күнделікті заказдар орындау мақсатында кеңейту. Сол үшін біз осы формуланы әр кезде ұсынамыз. Оны қолданған адамдар жақында ғана осы YouTube арнасына түсірдік. Трехкомнатный квартира, машина, оборот. 3 жылдың ішінде. Негізі 2 жыл жетеді адам оборот жинауға, дұрыстап қалыптасуға. Ондай болса, келесі бизнестеріне кеттік. Барлығын бүгін ашып көрсетейік. Қызық болса, енді әлі де айтылмайтын біраз бизнестер бар, әлі доходқа шыға алмай жатқан, доход әкелмей жатқан. Оларды да көрсететін боламыз болашақта. Бірақ әзірге негізгі маңызды жұмыс жасап жатқан, актив болып тұрған, ашылып тұрған бизнестердің барлығын көрсетудемін. Ондай болса, кеттік. Достар, батырлар, кез келген бизнесті ашу негізі өте оңай. Оны жүргізу. Қазір Аллаға шүкір 12 жоба жүргізудеміз. Ең басты бизнестер енді әртүрлі салада. Алматы қаласы бойынша енді Қытай және есенгі нарығымен айналысамыз. Қытайдан кез келген жүкті кіргізу, қандай да бір бренд жасап беру, және растаможка жасау. Оның барлығы жауапты жұмыстар. Сол үшін біз основной айтқандай халықпен жұмыс істегеннен кейін халықтың жауапкершілігін алып отырмыз. Әртүрлі адамда әртүрлі возражениелер туындап жатады. Ана жеріне былай, мына жеріне былай деп. Бірақ біз максималды жүйелі түрде жұмыс жасағымыз келеді. Өйткені біздің принципіміз бірге жасау үлгісі. Сол үшін біз көрсеткіміз келеді. Өйткені байса қазақ байсынды біз нағыз практикада жасаудамыз. Ең бастысы осы. Сол үшін оңай нәрсе жоқ. Бұл бизнестердің барлығы қалай ашылғанын, қалай басталғанын, қалайсыздар ма көрген? Толық ашып берем. Қалай басталды вообще? 10 жыл бұрын Алматыдан қалай келдім, қандай состояниемен келдім, қазір Аллаға шүкір қандай состояние, оны да көрсетіп берем. 10 жыл бұрын шынымен де келіп, ең алғаш осы стройкадан, Астана қаласында OLX-та аңдып отырып, стройкадан бастаған едім. Бірақ 10 жыл ішінде өзім ойлаймын, бұл да бір жетістік деп. Кез келген адам жете алатынына мен дәлелмін. Қаншама адамды үйше біз жеткіздік және оған жасат алдық. 0 болып тұрса да. Барларын еселей алғандар қаншама. Барларын бірнеше миллионға еселей алғандар жетеді. Сол үшін көргіңіз келсе, қалай басталды, вообще қай кезден қалай шықтық. Көбінесе енді 0-дан шыға алмайды, минустан шыға алмайды, тағы бірнешеден шыға алмайды. Осыны көрсетіп беремін. Төменге жаза кетіңіз өз ойыңызды. Көрсетіңізші деп, шынымен де бастан аяғына дейін көрсетіңіз деп жазсаңыз, мен көрсетіп беремін. Бұл жоқ дегенде 1000 комментарийға жету керек. 1000 комментарийға жетсе, толық адам яға дейін ашып беретін болады. Қалай басталды, жасырмай ештеңкені. Как есть көрсететін болады. Сол үшін қолдап жіберіңіздер. Қазақ тілді контент дамысын канал. Бұл каналды біз максималды ашамыз. Жазылып қойыңыздар. Өйткені бұл каналда енді былай айтқанда жасыратын ештеңке қалмайды. Барлығын көрсетеміз. Ашып, тегін сабақтарды ашып жатырмыз. Енді жинақтап алдыңыз, 1, 2, 3 деп нөмірлермен тұрады, сол тегін сабақтарды жинап отырмыз. Ол жерде барлығын ашамыз. Біз бүгін магазинге келдік. Қазір Астана қаласының төрінде орналасқан, мен өзім базардан бастағам, сол базардың тірлігін қазір магазинге ауыстырдық. Соны да көрсетіп берем қазір магазинде қалай тірлік болып жатыр. Біз бүгін Астана қаласында орналасқан Экспо Строй магазиніне келіп қалдық. Бұл Күмісбеков және Бөгенбайдың қиылысына орналасқан, мына жағы Эталон. Бұрын сонда Эталоннан шыққан балам. Эталон дегеніміз Астанадағы ең үлкен базар. Яғни базардың ортасы қайнап тұрған жер. Қаланың ортасындағы қайнап тұрған базар.
Қазір бұл жерде Экспострой деген құрылыс гипермаркет ашылған. Осының ішінде керамогранит, мрамор, гипсопанельдермен айналысамын. Осы кез келген гранит болсын. Егер осындай мрамор, гранит, кафель, керамограниттер қажет болып жатса, осы Instagram арқылы ала аласыздар. Менің атымды айтсаңыздар, Азамат Серікұлы деген арнайы жеңілдіктер бар. Кез келген Астана қаласындағы тұрғындарға өзімнен от души жеңілдік бере аламын. Менің атымды айтып келсеңіздер болды. Осы Бөгенбай жақтағы қиылыстан кірсеңіз, осы жақ есіктен кірсеңіз, жүре бересіз. Міне. Бұл жерде осы линиямен түсу керексіз, администрация бөліміне қарай. Администрация бөліміне қарай жүре берсеңіз, арнайы сол жағымызда Керама Трейд деген арнайы магазин. Қыш тақтайшаларымен айналысатын Керама Трейд. Бұл жерде кафель, керамогранит, мрамор, сэндвич панельдер, құрылыс бөліміне қатысты, кафель, қыш тақтайшалары қатысты кез келген нәрсе бар. Арнайы скидкамен менің атымды айтсаңыздар, осы жерде жасап бере алады. Және дизайн жасап береміз. Кез келген ванна комнатаңызға кіре беріңізге, шыға берсіңізге, далаңызға дейін. Осы жерге келіңіз. Міндетті түрде. Бұл жердегі кафельдер испандық, россиялық, енді арнайы қытайлықтар бар. Енді Өзбекстан, Бишкек деген ең арзандарын кіргізбедік, өте керемет сапалы деген дүниелерді ғана қалдырып отырмыз. Бұл жерде 700-ге жуық әртүрлі дизайндағы керемет кафель керамограниттердің түрі бар. Әртүрлі размерде, өзіңізге қандай размер ұнайды, оның барлығын ала аласыздар. Бұл бұрын сонда біз базарда сатқанбыз, қазір магазинге көштік. Шынымен де керемет сапада, керемет бағалар. Енді әрине бағалар арзан емес, бірақ өте сапалы, качественный деген заттарды ғана кіргізіп отырмыз. Кез келген затты осы жерден таба аласыз. Және бұндай сэндвич панельдер бар, 3 метрлік. Арнайы гипс панельдер. Бұндай панельдер Қазақстанда жоқ десе де болады. Бұл биіктігі 3 метр. Кез келген дизайныңыз, ТВ зонаңызды әрлеуге арналған. Керемет дизайндар шығады. Бұның барлығы гипсопанельдер. Арнайы енді кішкентай ресейлік кафельдерде жеткілікті. Барлық размер, барлық дизайн. Енді бұл қазір мынандай новинкалар. Қараңыз. Керемет. Кухня зона дейді. Бұл кухняға арналған десе де болады. Ваннаға да көп салады қазір осындай. Енді қандай светті қалайсыз, қандай түрді қалайсыз, бұл жерде барлығы бар. Өйткені біз бірнеше жыл, Аллаға шүкір, енді 8 жыл бұрын осы базардан бастаған болатын, сол базардан бері түсіндік адамдарға не керек екен. Барлығы сапалы, соңғы трендтегі светті дизайнды ғана кіргізудеміз. Өз үйіме де осы жерден алып жатыр. Керамогранитті, керемет керамограниттер. Бағасы өзіне сай десе де болады. Сонымен де кез келген қонағымызды тәнті ететін дизайнды жасап бере аламыз. Кез келген затыңызды. Міне біз БТР Motors автосалонымызға келіп қалдық. БТР деген батыр деген сөзден қысқартылған. Бұл Керей Жәнібек және Ақмешіттің қиылысында орналасқан. Керей Жәнібектің бойында Ақмешіт 7/1-де орналасқан паркингте. Міне отдельно. Осы жерден кірсеңіз, 3-4 этаж ол толығымен біздің салонымыз. Және ішінде детейлингіміз бар. Сіздің машинаңызды пленкалап, бронь пленкада дайындап беруге дайынбыз. Ондай болса, ішін көрейік және БТР Моторстың қызметін түсіндіріп беретін боламын. Қандай қызметпен айналысамыз? Біз айналысамыз 4 бағытта. Ең бірінші сіздің машинаңызды комиссияда сатып беру. Және өзімізде тұрған наличие машиналар. Және сізге машина алып келіп беру. Дубайдан, Қытайдан, Кореядан, кез келген жерден. Және сіздің машинаңызды ауыстырып беру. Яғни өз машинаңызды өткізесіз, сізге өзімізден керемет машина беруге дайынбыз.
кез келген услуга, машинаға қатысты услуга сізбен бірге біз байланыстамыз. Қандай да бір сұрақтар болса, мына номерге хабарласасыз, немесе астында сілтемесі тұр, сол сілтеме арқылы Инстаграмға да өтсеңіз болады. Астана қаласында болсаңыз, бізден машина алуға келіңіз. Кез келген машинаны біз тексеріп, дайындап, нарыққа сәйкес қылып жөндеп те бере аламыз. Өйткені өте маңызды, бізде тексерілген машиналар ғана. Қоқыр-соқыр сырттан келген машиналарды жинамаймыз. Және шынымен де қандай да бір документі дұрыс емес машиналарды қабылдамаймыз. Ол үшін тексеріп барып, өзімізден өткізіп, сіздерге беруге дайынбыз. Ондай болса, БТР-дің ішіне кірейік. Сізге қызмет етіп отқан, халыққа қызмет етіп отқан автосалон. БТР Motors автомаркеті. Бұл жерде қазір кішкене қолайсыздықтар туындап жатқан жер бар. Ол ремонт жұмыстары жүріп жатыр. Мына кіреберісте біз дайындаудамыз. Өзіміздің арнайы сіздерді қабылдап алатын офисіміз бар. Бұл жерде біз 9 банкпен жұмыс істейміз. Кез келген банктен өзіңізге сәйкес 10% жарнамен машиналарды алу мүмкіндігіңіз бар. Историяға да қарамаймыз. Егер шынайы дұрыс бағытыңыз болса, сізге машина кез келген банктен беру мүмкін. Сол үшін кез келген машинаны алу мақсатында осы номер арқылы ақпарат ала аласыздар. Ондай болса бізде қандай машиналар бар дегенде, ең біріншісі біз электромашиналар. Кез келген электромашиналарды алып келуге дайынбыз Қытайдан. Бұл BYD өзімнің жеке машинам. Шынымен де 3-9 секунд скорость 100-де алып отыр. Осындай машина енді әр қазаққа беру керек деген принциппен біз кез келген машина. Бұл жерде ID4, бұл да электромашинасы, электроавтокөлігі. Бұл да өте керемет және Tesla. Бұлардың барлығы білесіздер, Қытайдан шығады, Қытайдан тікелей ешқандай шығынсыз үстіне қоспай алып келуге дайынбыз. Арнайы сол номерден ақпараттарды ала аласыздар. Және бізде мынандай керемет электрокөліктері бар. Арнайы әйелдерге арналған десе де болады. Және бір декреттегі аналарға арналған. Бала шағасын бір жерге апарып, қайтып келіп жүруге арналған десе де болады. Шағын электро бағасы небәрі 10 миллион теңге, ешқандай бензин құймайсыз, бір зарядтап аласыз да 300 км, 400 км-ге жүре бере аласыз. Керемет. Нағыз эконом машинасы. Және қалған көліктерді асты үстінде толып тұр. Және өзіміздің детейлинг орталығымыз бар. Кез келген машиналарды брондау. Өзіміздің іште кез келген машинаңызға бронь пленка жабыстырып беруге дайынбыз. Ол да біздің қызметтен. Бізден машина алсаңыз, арнайы жеңілдікпен жасап береміз. Қалада, Астана қаласына ең төменгі бағада жасап бере аламыз. Бізден машина алсаңыз, алды, артын немесе толық пленкада осы жерден жасап аласыз. Енді бізде қандай машиналар бар деген сұрақтар көп келіп жатады. Бізде қазір 50-ге жуық машина бар. Және ол апта сайын ауысып отырады. Күніне жоқ дегенде бір машина сатылуда. Бізде енді принципіміз күніне 2-3 машинаға дейін сату. Сол үшін сізге де осы машиналарды сатуға көмектесіп бере аламыз. Арнайы Астана қаласына машинаңыз болса, бізге алып келіп сата аласыздар. Астындағы көліктер міне тоже гибрид, Қытайдан келген арнайы 55 көлігі. Ешқандай дыбыссыз гибрид тоқпен жұмыс жасауда. Көбісі гибридтен қорқып жатады. Қазір біз Дубайдан, Кореядан, Қытайдан да гибрид көліктерін алдырудамыз. Көбінесе енді Дубай мен Қытай қазір гибридқа ауысуда. Өйткені гибрид ең эконом, ең тиімді машиналардың қатарына кіруде. Және өзімнің БТР Motors